Al balalar, men қазір айтып түсіндіріп берейін сіздерге. Қолдарыңызға берілген парақты бірінші оқып танысып аласыздар. Мынау толтыру парағы бар ғой. Мынаны дөңгелектеп, мынаны оқып танысып болғаннан кейін, мынаны дөңгелектеп, бәрін ручкамен істейсіздер, карандашпен емес. Түсіндіңіздер ме? Және бір-біріңізге қарамайсыз, бір-біріңізге келе алмайсыз. Мына жерде тыныштықты бұзған адамды айнадан шығарып жібереді. Түсінікті ғой, алдыда бастай беріңіздер. Әркім өзінің сыныбын, фамилиясын міндетті түрде жазсын. Бірінші, Зиямат Құсанов атындағы жалпы орта білім беретін мектеп, одан кейінгі параққа ат жөніңіздер. Мысалы, Исматова Шырын, Илхам Жанына, әркім өзінің аты жөнін, одан кейін сыныптарыңызды, 5-ші класс болса 5, 6 болса 6. Түсінікті ғой? Соңғы пән деген жерде не отырамыз? Басқа бір-бірімізді сөйлегенімізді естімейміз, бір-бірімізге кедергі жасамаймыз. Болғанымыз болдық деп қағазды толтырып, маған тастап шығып кете бересіздер. 30 сұрақ берілген. Іске сәт оқушылар, бастаңыздар. Бір-бірімізге сөйлемейміз. Söylediğin option çağırıyor. Benim o kağızdan belirtmeniz mi? O kağızda belirlemesi gibi olur. O kağızda belirlenip sözün neye kalacağını belirlemek için olur. Bana şey değil. Buraya kadar bekliyorum.
Ulan kıpkırmızı oldu mu? Kazan.
Hakikaten tekstilmiş gibi. Ateşsiz bir benim.
Çok tatlı.